саламатсың ба, Көркем? Саламатсыз ба, апай? Көркем, бүгінгі зерттеу жұмысына дайынсың ба? Дайындым. Жарайсың. Бүгін біз түрлі түсті шарлардың тығыздығы мен сұйық майдың тығыздығын көретін боламыз. Бізге бірінші сұйық май керек екен. Сосын кәдімгі су керек екен. Сосын 4 түрлі бірдей банка керек екен. Сосын бояғыш бояу керек екен. Көркем, мен саған көмектесейін, бірінші стаканға сұйық майды құямыз. Міне, одан кейін банкаларға суды құйып берейін, мен саған көмектесіп, бізге су керек екен. Суды банкілерге құйды. Енді Көркем өзің суды әртүрлі бояулармен бояп шыға ғой. Бұл қандай түс екен? Көк. Көк түс екен. Енді қандай түсті бояйын деп жатсың? Жасыл. Жарайсың. Жасыл түсті бояп жатырмыз. Ішінде тұра берсін. Енді келесі банкіге қандай түсті бояуды саламыз? Қызыл. Жарайсың, қызыл түсті бояуды саламыз. Келесі банкіге қандай түсті саламыз? Сары. Сары түсті бояуды салады екенбіз. Жарайсың, Көркем. Банкілерге түрлі түстерді салып боядың суды. Енді пипетка арқылы сұйық майдың бетіне боялған суларымызды тамызамыз. Тамыза қойын, Көркем. Қандай түсті тамызып атсың? Көк. Енді келесі түсті тамыза қой. Енді келесі түсті тамыза қой. Келесі түсіміз қандай? Қызыл түсті тамызамыз. Енді келесі түсіміз қандай? Жарайсың. Көркем, неге сұйық майдың бетінде шарлар қалқып жүр? Қандай шарларды көріп тұрсың? Қызыл, жасыл, сары, көк. Жарайсың. Сұйық майдың бетінде су негізіндегі бояу маймен араласпайды екен. Сол себептен сұйық майдың бетінде қалқып жүреді екен. Әртүрлі шарлар көрдік па? Көркем, бүгінгі зерттеу жұмысы ұнады ма саған? Ұнады, апай. Жарайсың. Рахмет саған.